Армысыздар құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомыз ауылдан қалаға көшіп келген ерлі зайыпты Бейісқұл мен Білезік жайлы әңгіме өрбиді. Әңгіменің тақырыбы жұмбақ жан, авторы Мира Шүйіншәлиева. Бейісқұл әдеттегідей төменгі қабаттан естілген әуенге елең ете қалды. Жиған тергенін, тапқан таянғанын арқалап, осыдан 3 ай бұрын несиеге алған пәтеріне ауылдан көшіп келеді. Қалаға қоныс тепкелі төменгі қабаттағы көршісінің үйінен естілген әуенге кәдімгідей елеңдейтін болды. Алғашында тым-тырыс, ын-жынсыз жатаған қыстауын аңсап, бұл жақтың адамдары бей-берекетсіз шулайды екен деп жақтырмай жүргенді. Ал қазір бұлақтай мөлдір, мақтадай жұмсақ үнге құлағының еті үйрене бастады. Күнде кешкісін жанын рахат сезімге бөлейтін сазды әндер мен күмбірлеген күйлерді тыңдаған сайын көңілі көкке өсіп қалады. Бесікке құндақтаған сәбидей көңілін әлдилей жөнелетін сиқырлы үнді тыңдаған сәтте жұмбақ жанға айналған көршісін көруге ынтығады. Апырай, халықтың ертедегі әндері, күйлерін жалықпай тыңдайтын көршімізді бір көрмедік-ау. Танысып, білісіп дегендей төбемізді де көрсетпедік. Баяғыда ауылға 6 жасар бала келсе, сақалы сапсиған аталарымыз сәлем береді деуші еді. Бүгінде сол қазақылықтан да қалып барамыз, деп қояды Бейісқұл оқты текті ішкі ойын әйелінен жасыра алмай. Құдайдың жоғын айтпай тыш отыршы, қиял енеме. Жетпегені сол еді. Осында келгелі есікке тыным жоқ. Кіріп шығып жатқан пайдасыз ағайының аздай енді қақпас қатын қалды ма, деп Білезік еденді аяғымен қаттырақ теуіп жіберді. Қойсаңшы, төбесіндегі шама құлап түсер, ұят қайда, сақалды басыңмен, ыңғайсыз болды-ау, деп Бейісқұл күмілжи қалды. Несі ыңғайсыз? Біз емес, қайта ол ұялсын. Ертемен кеткеннен шаршап шалдығып, зорығып бірақ ораламын. Тым болмаса өз үйімде құлағыма тыныштық болсашы. Азынатып, зарлатып қояды қайдағы жоқ бәлені. Саңырау ма білмеймін, даусын емге баспайды. Жағын қарысқырды, өшір деп тап қазір есігін бір теуіп жіберейін бе? Осы қақпастың текке қажеті жоқ, әндері мезі қылды әбден. Қой, есің дұрыс па? Не айтып кеттің өзің? Көршілерге тиіспей жайыңа жүр. Түгел ауылмен шығысып болып енді 95 пәтердің тас-талқанын шығармақ ойың бар ма? Сенің бір ауыз қатты сөзіңді көтермейді бұл жақтағылар, деп Бейісқұл әйеліне кейілді. Байы жоқ бойдақ қатынды жақтауын қарай көр. Өнің түтігіп, түрің бұзылып кетті әп-сәтте. Сол үйден дыбыс шықса, меңіреу адамдай мең-зең күйге түсесің. Алжыған қатын көрмедің бе? Кісіге тіке қарамайтын, бетін орамалмен бүркеген біреу. Өткенде қоқыс төгіп бара жатып қарсы кездесіп қалып едім. Жүзін жасырып көрсетпей қойды. Оның ауру сауын кім білген? Осы жұртқа күлуіңді қашан қоясың? Қайта ол бізге күлетін шығар. Сол жүргенде бізден бай, бізден тәуір. Неше көрсем де күлтеленіп, көйлектің түр-түрін киіп, таксиге мініп, таксиден түсіп жатады. Аяғы ақсандағанмен өзі әлім тапырақ, әлде қандай. Ақшасын қайда жұмсарын білмейді білем. Безілдеп үйдің алдынан шықпайтын көк таксиді жекеменшігі қылып алған. Айтыс-тартыс десе жаны жай табатын әйелімен сөз таластырғысы келмеген Бейісқұл бұдан әрі сыр бермеуге тырысты. Ән жырға, өнерге құмар көршісін ойлай түсті. Осы баспана басына бұйырғалы жүрегін алабұртқан сезім билейтін болған. Аласапыран күй кешетінді шығарған. Тіпті кейде ашы тілін тыққылап қоятын Білезіктен безіп, төменгі қабаттағы 8-ші пәтерге зып етіп кіріп барғысы келеді. Есінен бір сәтке де шықпай жүрген жұмбақ жанның қасына жайғасып, сұлу да сырлы сазды мауқын басқанша тыңдағысы келеді. Күйбен тірліктің тауқыметін бір уақ ұмытып, тәтті күй мен әсем ән арқылы тынысын кенітіп, боқ дүниені қуып жүргенде бітеліп қалған
тас соқыр кеудесін айқара ашқысы келеді. Жан сарайын тазартып, рухани өмірге армансыз байығысы келеді. Ол үшін көзіне бейсауыт көрінбейтін, бір көруге зар қылған көрші келіншекпен тілдесу керек, сөйлесу керек. Күйеуінің көршісіне сырттай ғашық болып, көңілі құлап жүргенін Білезік қайдан білсін? Бүгінде естияр болған бір ұл мен бір қызды туып, Бейісқұлды айқайымен уысында ұстағанына мәз. Кит етсе шытынап шыға келетін, арпылдап бетінен алатын әйелі қораның есігін күзеткен қабаған ит секілді. Анау бейтаныс жан мен әйелінің ішкі түйсігі, сана сезімі мүлдем бөлек. Білезіктің әуелден мінезі шорт, тікбақай, салт дәстүр мен ырым атаулыға қас. Әйел болып жуан мойнына моншақ тағып, сыланып, сылқыған емес. Бір жағынан күйеуінің қалтасын теспейтін бұл әдеті жақсау. Бірақ сүйкімсіз неме төбесіндегі бір тал шашын желкесінен жоғары қырғызып, еркек шорадай шүртейіп жүргені. Қалқиған құлағына салпитып сырға да тақпайды. Сұлулықты ұнатпайды. Сөйте тұра күйеуінің кім көрінгенмен өлердей қызғанады. Ештеңенің байыбына бармайтын Білезігі алғаш қосылған уақытта Бейісқұлға талай қылажақты қылды. Алматыда 5 жыл ауыл шаруашылығы институтында бірге оқыған Мерхат деген досы бірде Бейісқұлға өзі өсірген апорт алмадан дәм таттырмақ оймен посылка жібермей ме? Ол кезде поштамен 4 бұрышты жәшік келсе, жұрттың бәрі елең ете қалатын. Иісі ағаш жәшіктің сыртынан аңқыған посылканы көтеріп үйге кірген Бейісқұлдың інілері ішін ашқанша асықсын. Тосыннан келген сый көршінің бала шағасын түгел қуантсын. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Танауды жарған алмұрттың иісін сезіп, Білезіктің түсі бұзылып кетті. Лезде арам ойлап үлгірді. Әлгі хат жазған қыз шығар жағымпазданып алма жіберіп отырған, деп Бейісқұлды жөн жозақсыз қызғана жөнелді. Ту, Алматыдан қашып керсек те қыр соңымнан қалмайтын болды ғой, Қарабет. Бізді ұрыстырып, айыру үшін осыны жорта жіберіп отыр, деп байбалам салды. Жәшіктің қақпағын енді аша бергенде, қолдан жұлып әкетіп, сыртындағы жазуды оқымастан қайқандап сыртқа тура шапты. Көз алдына Бейісқұлмен кезінде сырлас дос болған талдырмаш қыз Қамида келе қалды. Студент кезден алғашқы көктемінде тау жақтың әсемше аруымен киноға барғыштап жүргенін, араларында қимастық сезім болғанын Білезік жақсы білетін. Бірақ екеуін тағдыр қоспады. Байсалдылау келген Бейісқұлдың назарын ұстараның жүзінен өткен пысық Білезік өзіне аударып әкетті. Содан бері достарынан хабар ошар келсе, күйеуіне өкпелеп, студенттік кезде орынсыз еске алатын. Білезік өмірінің ағысы бөлек аққан жазықсыз Қамиданы тағы да босқа жазғырды. Сол ашумен ыза кекпен тығыншықтай жәшікті көк шыбын үймелеген жын жыпыр толған күл қоқыстың қақ ортасына апарып тастай салды. Бәлен күн жүріп ірімей шірімей жеткен қызыл алмұрттар сау етіп жерге түсіп, жан жаққа оқтай пытырады. Алма кетті домалап, көше бойын аралап дегендей алмұрттарға қызыға қараған балалардың аузынан сілекейі шұбырды. Сөйтіп, ақылсыз Білезіктің кесірінен қып-қызыл алмалар боққа былғанып рәсуа болды. Абалақ келінне не айтарын білмей енесі көзін алартты. Кешкісін егістен шаршап шалдығып оралған Бейісқұл болған жайтты естіп келіншігіне кіжінді. Басының бағы қайтқан еркек екенін сонда сезініп, Қамидаға үйленуім керек еді деп күйінді. Көп ұзамай Мерхаттан және хат келді. Баяғы жіберген сәлемдемесін, хабарын білмек болған екен. Шындыққа көзі енді жеткен Білезік кінәсін мойындаудан орнына жалтарып шыға келді. Студент кезінен байып кеткен Мерхат сені қайтсын, бәрін бүлдіріп жүрген анау Қамида ғой. Тойымыз болған кезде сені қимай асхананың терезесінен сығалап тұрып еді деп
бет бақтырмады. Әйелінің әуелден қызғаншақ, ашушаң, өркөкірек мінезін 25 жыл отасқаннан бері біліп болған Бейісқұл бұл жолы да үндемей құтылуға тырысты. Әйтпесе әлі танысып біліспеген көршісіне барып шатақ шығаруы мүмкін. Мұның кесірінен жұмбақ жанды үркітіп алса қайтпек? Кит етсе жан-жағына елендей қарайды. Балконда тұрып темекісін будақтатқан сайын кеудесінен күйініш пен өкініштің түтінін шығарғандай күй кешеді. Жақсы болсын, жаман болсын, қасында көлеңкесіндей көлбеңдеп келіншегі жүргенде көзіне емге түспеген бейтаныс жанның бейнесі неге іздейтінін Бейісқұл түсінбейді. Әлде оның өнерге деген құштарлығына ғашық па? Қазіргінің жасы түгел жасамысы құлағын мүлдем түрмейтін, санадан сызылып бара жатқан терме жырға ынтық көршісін аңсайды. Оның іші де сырты да көз қарықтырардай көркем шығар деп ойлайды. Көңіл сарайы қардай аппақ, қалқатайдың өні де шағаладай аппақ шығар деп қиялдайды. Әттен, дәл қазір көршім үйіне келе жатса ғой, балконнан міз бақпай қарап тұрған мені бір сәт көрсе ғой, мынау төменгі қабаттан қарғып түсер едім. Неге көзге көрінбейтін неткен адам еді? Әлде өте сақ, оқпақ құс па көзге түсе бермейтін? Болмаса жарғанат па түнде ұшатын? Тым болмаса сенбі мен жексенбіде жылт етіп бір көрінсе қайтеді? Ол сонда кіммен сырласып, шерін кіммен тарқатады? Үйіне де кіріп шығып жатқан ешкім көрінбейді. Тым тырыс. Басқан ізіне құм төсеп жүре ме, үнеме ән күй тыңдап, тығылып үйінде отыра бере ме? Осылайша жұмбақ күйінде қала ма? Ойы сан-саққа жүгірген Бейісқұл кенет аулаға зыр етіп тоқтай қалған таксиге елең етті. Жартылай кеудесін еңкейіп төмен қарай бергенде көліктен тергіші орнынан асығыс қозғалды. Тек жұқалау көйлектің желбіреген етегін көзі шалды. Әлгінде әйелі білезіктің таксимен келіп, таксимен жүреді дегені есіне түсті. Бір көруге зар қылған көршісін енді ғана кезіктіргендей көңілі көншіп қоя берді. Сәлден соң Бейісқұлдың ойын, ынта ықыласын сызылған сазды әуен баулап алды. Жүрек түкпірінде жатқан сары уайымыңды, мұң шеріңді сыртқа еріксіз шығарып, сай сүйегіңді сырқыратқан әуендер бұл жолы да толассыз шырқалды кеп. Түрік пен Қытайдың телехикаясын көз жазбаған білезікке мойнын да бұрмастан көршісіне ықыласы ауа түсті Бейісқұлдың. Біресе балконға шығып, біресе сыртқы есіктің аузына дейін жетіп, барып өз-өзімен мазасызданды. Сөйтіп түні бойы тыныштығын ұрлаған көршісін таң сәріден қарақшыдай күзетіп, балконда біраз тұрды. Бірақ та кеше кешкісін жылт еткен орта бойлы талдырмаш бейне бүгін көрінбейді. Ешкіммен ісі жоқ мүгілсім өзін сыртынан аңдып жүрген Бейісқұлды қайдан білсін? Көзі тірісінде шешесі бұл манда кім тұрып, кім кетіп жатқанын баяндап отыратын. Анасы да мәңгілік сапарға тым асығыс аттанды. Шешесінен мұра болып қалған 2 бөлмелі пәтерде Мүгілсімнің өзі тұрады. 40-тың қырқасына шыққан қызға енді ешкімнің керегі жоқ. Ешкімді ойлап шөлдемейді, аңсамайды. Әуелден әйел заты болып еркек кіндікке көз тіккен емес. Сезім дегеннің оған сергелден, махаббат дегеннің көкте қалқып ұшатын, тықыр жерге емге қонбайтын аппақ құсқа ұқсайды. Туғаннан бір аяғын сылтып басатын, оның үстіне сол жақ беті күйік қыз көкке шарықтаған ақ сұңқарды қолына қайдан қондырсын? Оған сен де тірі жансың ғой деп, осы жасқа дейін ешкім тіс жарып, сөз салып көрген емес. Ғашықтықтың ғаламатын айтып, жүрегін ұсынып, мұздай көңілін жібіткен емес. Ол тек айналасынан суықтықты сезеді. Жарты бетін түгел қызыл қалы жапқан, қызылшадай
меніне өткен кеткен тесіле қарап таңданған сайын намыстан өртене жаздайды. Көпшіліктің суықтай көздеріне жәбірленеді. Содан да шығар, Мүгүлсім ешкімге жүзін көрсетпеуге тырысады. Жұрттан тығылып алшақ жүреді. Танысын танымасын мейлі, әркіммен бой тасалайды. Ол ес білген шағынан айнаға қарауға жасқанатын. Титтей қыз кезінен жарқыраған шарайна бойындағы бар мінін, сол жақ бетіндегі қызыл күрең қалың, тіпті ұзынды қысқалы аяғын жасырмай тұрғандай көретін. Бой жетіп есейген шақта құр айнадан да қуыстанатын болды. Тіпті жыл санап толысып, денелері пісіп жетіліп, қыр гүліндей құлпырып өскен құрбыларын көргенде ызадан қаны қайнайтын. Ондайда өшін кімнен аларын білмей, қабырғадағы ілулі тұрған үйдегі айна біткеннің бәрін шынтағымен бір ұрып, быт-шытын шығарып сындыратын. Сол мезетте ерінен ерте айырылған жесір шешесі шыр-пыр болатын. Жаратқан табиғаттың бұған дегенде тым сарандығынан алып, қолдан келер қайран жоғын айтып аһ ұратын. Сөйтіп жүргенде бой жетіп, бұрыштан бұрышқа тығылған қызының келешегін күйттеп қалаға қарай көшті. Заманның кеңшілік уақытында бір баспанаға қолы тиді. Бала күннен сазды әуен Мүгүлсімнің сырласына, адал досына айналды. Жанының жарасын музыка ғана емдеді. Тәтті күй мен әсем әуенді бір сәт тыңдамаса тамағынан аста өтпейді. Жас кезінде кәсіптік училищеден оқып үйренген іс тігу, кесте тоқу, көйлек пішу секілді ұсақ-түйек жұмыспен ғана бүгінде торғайдай тесік тамағын асырап отыр. Мүгедектігіне алатын ас-пас зейнетақысына бұл да болса көмек. Күнде ертеңмен сағат 10 шамасында жұмысына барады. Кең залдың бір бұрышында тұрған баяғыдан иемденіп алған іс тігетін мәшинесіне отырады. Өзіндей тағдыр тәлкесіне ұшыраған бірінің аяғы ақсақ, бірінің тілі мүкіс, қыз келіншектерге көк желкесін берген күйі цех басшысы тапсырған жұмысты мұқият әрі тез орындайды. Көйлек пен бошлаттың тігетінін тігіп, сөгетінін сөгеді. Үзілісте елмен бірге тынығып, цехтың мүйісінде тұрған асханадан ауқаттанады. Кешкісін айран сүттің тіске жұмсақ бөлкесін алып, үйіне асықпай жиналады. Дәл осы мезетте жұртпен бірге жан таласып, дүкенге кірмейді. Ешкіммен иек тіреспейді. Қарбаласқан тіршіліктен бойын аулақ ұстайды. Баяғы міні көп жүзіне мүсіркей, жеркене қарайтын сырт көзден қуыстанады. Күн сайынғы томағай тұйық тірлігі осы. Жалғыз басты жанның есігін ешкім қақпайды. Қабырғада сілейіп тұрған телефонға жан баласы қоңырау шалмайды. Шешесінің ауылында қалған бірен-саран ағайыны да Мүгүлсімді іздеп жатқан жоқ. Әрқайсысы ала дорбасын арқалап, сүрініп қабынумен жүр. Қашанда көңілінің ермегіне айналған музыкаға Мүгүлсім есіктен кіре ден қояды. Жүрегінің тыныштығын ән күйден табады. Сырлы әуенге ыңылдап қосылады. Тұңғиыққа тірелген өмірін ән жырмен ұзартады. Өйткені сәби шағынан естіп өскен әуендері жүрегіндегі жазылмас дертке шипа. Сол әуенді тыңдап жатып, түн қойнауына кіреді. Әппақ таңның шұғыласы терезесінен сығалаған сәтте өмірге құштарлығы қайта оянып, жұмысына жиналады. Сыртқа шыққанда оны әдеттегідей ескілеу москвич күтіп тұрады. Оның қорқынышты жүзін жасы егде тартқан көлік жүргізушісі баяғыда көріп қойған. Ол Мүгүлсімді мүсіркемейді. Көріксіз келбетіне не нәрсе себеп болғанын сұрап қазбаламайды. Секемшіл жүрегін тырнамайды. Ер азаматпен танысып көрмеген қартамыс қыздың жеке өміріне де қызықпайды. Өзара келіскен тиын тебенмен жұмысына апарып, үйіне әкеліп салады. Бойын жұрттан оқшау ұстайтын жұмбақ жанға керегі де осы.
жаратылысынан дене мүшесінің дұрыс дамымай қалғанына былай тұрсын, жартылай қызыл өңі өзегін өртейді, әмәнді. Құрсыншы, ақсандаған бұл аяққа да көнейін, табанымның жерге сәл тимей тұрған қысқалығына да қайғырмай-ақ қояйын. Тек мынау шардай дөңгеленген жүзімді бүлдіріп қойған қалы менімді кімнен жасырамын? Әттен осы қалыны пышақпен қырып тастауға болмас па еді? Бағымды байлап қойған бұл менен құтылар күні бола ма, жоқ па? Осы қалыны талай дәрігерге де көрсеттім, талай емхананың табалдырығын тоздырдым. Бәрі қолыңның ұшында тигізбе деп шығарып сады. Адам баласы бұл фәниге қалай жаратылса, сол қалпында жүре бермек пе? О тәңірім-ай, кімге не жазып едім? Талай ақымақтың жүзін айнадай ғып, қол-аяғын балғадай ғып жаратқан табиғаттың маған тасбауыр бола қалуын қарашы, деп налиды Мүгүлсім жиі-жиі. Көз ашқаннан жабысып қалмаған дәу қызыл қалын тағдырына айбалта шауып тұрғандай көреді. Әппақ жолына қара көмірді үйіп, құйып тастағандай көрінеді. Ал Бейісқұл болса, көрші тұрғалы ән мен күй арқылы көкірегін көзін ашып, сарайын кеңейткен Мүгүлсімнің жан арпалысынан мүлдем бейхабар. Ал Бейісқұл болса, көрші тұрған ән мен күй арқылы көкірек көзін ашып, сарайын кеңіткен Мүгүлсімнің жан арпалысынан мүлдем бейхабар. Қырық үштегі қызды бір-екі рет сыртынан көріп, оның пісіп жетілмей қалған жіңішке денесіне қызығып, қандай жап-жас әп-әдемі келіншек деп дәметумен жүр. Мүгүлсімнің тұла бойы ыза мен намысқа, кекке толы екенін қайдан білсін? Маңайына еркек атаулыны жуытпай түгіл сезім жайлы қиялға беріліп көрмеген, өз қайғысы өз қазанында қайнап жатқан жұмбақ жанды кім түсінсін? Өзінен басқа еш пенде түсінбейтін шығар-ау.